Сәлем, бүгінгі өтетін тақырыбымыз сәлеметсіз бе? Қазақ тіліндегі сәлемдесу және қоштасу сөздерін есіңде сақта. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қайырлы күн. Сау болыңыз, қош болыңыз. Кездескенше. Бірінші тапсырма. Сөздер мен суреттерді сәйкестендір. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Өзіңді тексер. Қазақ тілінде адамның есімін сұрау үшін сенің атың кім, немесе сенің есімің кім сұрақтарын қолданамыз. Келесі тапсырма. Диалогты тыңда және қайтала. Атыңыз кім? Филипп. Сәлем, Филипп. Сіздің есіміңіз? Аврора. Сәлем, Аврора. Танысқаныма қуаныштымын. Қазақ тіліндегі сандарды есіңде сақта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 мен 1-дің қосындысы 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20-дан кейінгі сандар. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Келесі тапсырма. Сандарды сәйкестендір. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Өзіңді тексер. Апта күндерін есіңде сақта. Бір аптада 7 күн бар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Тапсырма. Апта күндерін ретімен орналастыр. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Тексер. Келесі тапсырма. Диалогты тыңда. Сәлем. Сәлем. Менің есімім Айнұр. Сенің есімің кім? Менің есімім Әсел. Сен неше жастасың? Мен 19 жастамын. Мен де 19 жастамын. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Келесі кездескенше. Кездескенше. Келесі тапсырма. Диалогтағы бос орындарға тиісті сөзді орналастыр. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Тексер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.